оқушылар, бүгін біз ұлттық мәдениетіміз, салт дәстүріміз, ұлықтайтын ерекшелігіне бас қосып отырмыз. Қазақ халқының бай тарихи мен мәдени мұрасы, салт дәстүріміз біздің ұлт болып қалыптасуымыздың негізі. Осы күні біз халқымыздың құндылықтарын еске алып, әрбіріміздің бойымызға ұлттық рухты сіңдіруге мүмкіндік аламыз. Бүгінгі шарамыз бастай отырып қазақ халқының бай мұрасына тағзым етеміз. Ата салтым, асыл мұрам, адалым, бабалардың жалғастырар арман, сан ғасырда қалпына бұзбас қадірім, өткенімді бүгінменен жалғады. Қазағымның салт дәстүрі жаңғырған, тәлімді ой сынағы, тәрбие көзі қалдырған, салт дәстүрді артақтайық ағайын, жас кәріміз үлкен кіші балдырған. Салт дәстүр туралы не білеміз? Салт дәстүр туралы сыныбымыздың оқушылары не біледі екен? Ендеше тыңдап көрейік. Шілдехана, сәби дүниеге келген соң бір жеті бойы ана мен баланы күтіп, оның көңілін көтеріп, оның қасына дастархан жайып жетті. Қазақ елінің әр түкпірінде бұл рәсім әр қалай өтеді. Сол күні баланы шілде суына шомылдырып, сыңғырлаған тиындар салады. Балаға денсаулық пен бірге байлықты дегеніміз қандай дәстүр? байғазы. Иә. Байғазы деген. Қандай дәстүр? Байғазы. Жаңадан киім алған келгенде. Ол бір адам құда тағынан көрімдік деп береді. Байғазы деп. Иә, байғазы не? Жаңа киім. Жаңа киім, жаңа да таған. Иә. Байғазы. Енді апай көмектесіп сыйлап қайтадан оқып берсін, иә. Балалардың жастардың жаңа киімі үшін беретін ақшалай заттар. Жаңа киім үшін берілетін ақшалай сыйлықтар келесі оқып бере ғой. Ерулік дегеніміз не? Ал ерулік дегеніміз не екен? Ерулік дегеніміз не? Хабар жоқ қой, бірақ ол басқалай айтып Ал жарайды айтып көр. ерулік деген ат не естиді? Ал енді айтып көр абай, айтып көр. Ерулік деген менің ойымша атын айта келсек Білмейміз. Ал оқып жүре ғой, тыңдардан келесі жылы да осылай болады жаңа. Қазақтардың және бір жақсы әдет ғұрпы ерлік беру. Басқа жақтар жаңадан көшіп келгендерді оның туған туыстары мен немесе көршілері арнайы дастарханға шақырып ерлік тамақ беретін болған. Өзіңдер тамағы бір жақтан көшіп келсе, болмаса туыстарың көшіп келсе, соған тамақ ерлік келесі сұрақ бар. асар дегеніміз не? Асар дегеніміз қой. Асар дегеніміз мысалы біздің қасымыздар көшіп келді. Соған көшелердің немесе туыстарының ағайындарының келіп тегін көмектесу. Жұмыс істеп күні ал оқып жүрген жатыр, тоқтады. Ал Орта ауыл тұрғындары ешқандай ақы алмастан бірлесе жұмылып біреудің белгілі бір жұмысын бітіріп береді. Мәселен, олар біреудің қысқы баспанасын немесе мал қорасын салып беруге, сондай-ақ құдығын қазып беруге жұмыла көмектеседі. Осы Абдол сияқты, Ринат сияқты оқымысты болсаңдар, өмірлерің балдай жайнап жүреді. Кәне кетіңіз. Сүйінші дегеніміз не? Сүйінші деген ол мысалға біз деген бір жарысқа бардық дейді. Сол жарыста отқан кезде бізге деген сүйінші береді. Қуанышты хабар берген кезде сүйінші деп Сүйінші қалады. Оқымысты балаларымыз көріп жатыр. Кім қалай оқитын міне. Келесі сұрақ. Қой басты дәстүрі дегеніміз қандай дәстүр? Қой басты. Қой басы деген дәстүріміз. Қойдың мысалы жамбасын, тоқ ішектерін және оң қол, сол қол дегендей. Ол әр үлкендерге мысалы ақсақалдарға сол қой басын тартып өтеді. Ал жастарға жамбас, жілік, ал одан жас қыздарға құмышақ және тағы басқа.